Мен бұл кітапты алар едім. Осы бізге тағы да Қаныш сияқты азаматтар керек. Өмір сүруге мотивация Қаныштың өмірі. Сондықтан жас ұрпақ үшін керек, мен сол үшін алғым келді. Қазаққа ғана тән деп өзім ойлаймын. Осындай мықты мінезді адамның өмір жолы. Қазақтың Қанышы болуына олардың сіңірген еңбегі, ұстаздары қандай, қоғамдық ортасы қандай, соны кімдер екен білгім келіп алушы. Біздің ғылым академиясының құрушы тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаевтың жан-жақты тану үшін, сол туралы білу үшін алатын едім. Бізде Қазақстанда элементарно футбол дамымаған, ол болмайды, ол спорт емес деген сияқты сондай моменттер болады. Сол қиялдарды ары қарай өзімізден тежемей, балаларымызға шұқырлатып жүру үшін. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым, сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Мен өзімді таныстыра өтсем, есімім Инабат Аманбайқызы. Мен бүгінгі оқуға ұсынып отырған кітап Қаныш және ғылыми майдан деп аталады. Бұл кітап отбасы хрестоматиясында ең тың туындылардың бірі деп айтамын. Кітапты оқи отырып, арасында еріксіз көзіме жас келетін жерлері де, төбем көкке жететін кездері де болды. Әрі бұл кітап неліктен осылай тез оқылады және де осындай бір адамға күшті бір сезім сыйлайды, себебі бұл өте жеңіл жазылған кітап. Бұны оқушы да оқи алады, академик та оқи алады. Барлық жағынан алған кезде бір адамның көңіліне бір күшті сезім сыйлайтын кітап деп айтамын. Ғылыми майдан кітабының негізгі мақсаты, бұл кітап Қаныш қоғамға қазір Қаныштай идеалды қайтадан ұсыну деп айтсам болады. Осы аталған кітапты оқи отырып, мен осындай бір қасиеттерге таң қалдым және өзім де осындай болсам ғой, өзіме осындай бір нелер түртіп алдым деген жағдайды сіздермен таныстырып өтсем. Бірінші, жас Қаныштың тәрбиеленуіне өзім тәнті болдым. Қаныш туғаннан бастап ол кісінің әкесі би болған ғой, Имантай би, ол Қаныш туылмай тұрып түс көре, түсінің оның жорылуы және де Қаныш туған кезде бір салт болған, Құранның мұқабасына баланың туған күнімен атын жазып қоятын салт дәстүр сол кезде болған екен. Жастайынан өте елкезек бала болып өседі. Ол батырлар жырын, оның ішінде ер едіге, Кенесары батырларын жырларын өзінің көңіліне тоқып өскен. Қаныш өзі Баянауыл жерінен өседі ғой. Біз тарихта болсын, мен білмеймін, сіздер, мен өзім Мұхтар Әуезов бір жақта, Қаныш бір жақта деп елестеткен екенмін осы күнге дейін. Ал негізінде біз Мұхтар Әуезов, Қаныш екеуі бірге оқып, бірге жүріп, ғылыми майданның басында бірге жүрген дос, өлгенше осы Мұхтар Әуезов Қаныштың жақын досы болған екен. Бұл кісілердің рухани ұстазы Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Осы кісі Мәшһүр Жүсіп Көпеевтен 17 академик шығуы Баян ауылдан сол кісінің үлесі өте көп деп айта кеткім келіп отыр. Қаныш детская травманың көкесін көрді деп айтсақ та болады. Ол кісі өзі туғаннан кейін 5 жасында анасынан айырылады, одан кейін әкесін атып өлтіреді, ғылымға баулыған немере ағасыны түрмеде атып өлтіреді, және де өзінің туған жалғыз ұл баласы Қарсақбайда жүрген кезінде қаза табады. Медицина болмады ол жерде, ол алыс аймақта жүрді. Сондықтан сондай да бір қасиет қиыншылықтардан өткен, және де өзінің туған әпкесі ашаршылықта балаларымен бірге өліп жатқан жерінен өзі көреді. Сондай бір қиыншылықтардан өтіп, сонымен ғылым жолында ол кісіге кедергілер де көп болады. Кедергілерді тудырып отырған өз қазағымыз болған екен. Сондай қиыншылықтарды көре отырып, ол кісі қалай мынау жарып шықты деген сұрақ шынымен де менің көкейімде туды. Қалай ол кісі осындай қаншама қиыншылықтарды көре отырып, алға қарай жүре берді дегенге мен тәнті болдым деп айтсам болады. Ол кезде ол кісінің рухы қайсар болған екен. Ол кісі қайсар рухты кісі болған. Ол кісі өзі айтады, менің ат басында шер батты деген сөз бар ғой қазақта. Бұл кісіге ат басында шер қатқан сонда бойына. Бұны бізде ғылымда сайт эффект деп атайды екен. Сайт эффект деген, яғни ырықсыз эффект.
ол өзі қаласа да қаламаса да сол бір дән оның жүрегіне құйылған бір дән өзі жарып шығатын қасиетті сайт эффект деп, ырықсыз эффект деп айтамыз. Және де ғылыми майданнан бұрын мәдени майдан қатар жүреді. Біз барлығымыз айтамыз ғой қазір, біз ең бірінші базовый потребностьтарымызды жабуымыз керек. Адамның қандай өзінің базовый потребностьтары қанағаттанады, сол кезде ғана ол көмектесе алады, сол кезде ғана ол бір қоғамда болсын, өмірінде болсын бір жетістіктерге жете алады деп айтамыз. Ал шын мәнінде оның керісінше екенін осы қаныш атамыз бізге дәлелдеп берген. Ол кісі бірінші ғылыми майдан емес, ғылыми майданнан бұрын бірінші мәдени майдан ең бірінші жүреді деп айтқан екен. Енді оның жолы өте бір керемет, оны енді өздеріңіз кітаптан жақсылап оқып аласыздар. Айтады ғой, осы кезде ол кісі ғылым академиясын құрған кезде мынандай бір сұрақ туады олардың несінде. Мәселе болады да, қандай біз академияның, институттың қаржы жағынан қысқартамыз деген. Сонда ол кісі айтқан екен, қандай жағын қысқартсақ та біз ешқашанда тіл және де мәдениетті қысқартпауымыз керек. Осылар ең бірінші қаражат құйылатын осы институт деп баса назар аударған екен. Ол кісінің ғылыми майдан жолы жаңа сіздерге айтып өткенімдей, Мұхтар Әуезов екеуі ғылыми майданда бірге жүрген, бірге ол ғылыми майдан жолы енді тіпті керемет, оның айтсаң мына жерде айтып тауса алмайсың. Және де мен сіздерге бір қызық бірдеме айтсам, осы бізде екінші дүниежүзілік соғыс болды ғой, сол кезде именно осы Қаныш атамыздың ол жеңісте соғыста жеңіп шығуымызға біздің КСРО-ның үлкен үлесі болған екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Қаныш атамыз өзі қандай еркін болса, ол кісінің ғылыми академиясында сондай еркін болған. Яғни ғылымға еркіндік керек 100%-ға. Енді мен сіздерге осы бір Қаныштың бір керемет қасиеттерін айтып өтсем де отырмын. Өзіме әсер еткен, осындай бір қасиеттер болса екен өзімнің бойымызда, және бұл қасиеттер қазір біздің, именно қазақтар өзіміздің ұлтымыздан кетіп бара жатыр деп айтсам артық айтқаным емес. Бұл кісі ең бірінші өте кішіпейіл кісі болған екен. Ұлық болсаң кішік бол дейді ғой. Өте кішіпейіл болған, жаңағы айтып өткеніміздей, үлкен кезде болсын, кіші кезде болсын, ол кісі өзі бірінші барып амандасқан екен. Және де ешкімге сен деп сөйлемеген екен. Бір ғана адамы болған, сен деп сөйлейтін, ол бала кезден бергі досы, ғылыми майданда бірге жүрген Әуезовке ғана сен деп сөйлеген екен. Сонымен қатар ол кісі бетпе-бет отырған кісімен жантайып отырып сөйлеспеген екен. Ол кісі өте қонақжай болған. Қазір қонақжайлықты азайып бара жатыр ғой, өте қонақжай кісі болған екен. Орамал тоң болмайды, жол болады деп ғылым академиясындағы барлық академиктардың барлығының үстіне бір шапан жауып, және де бір сөмкені бос қайтармайын деп Бауыржан Момышұлының сөмкесін бір ақшаға толтырып жіберуі, және де сол кездегі босқын болып келген академиктардың барлық жағдайын жасап жүру ол кісінің қонақжайлығына куә боламыз. Өте қарапайым кісі болған. Оның қарапайымдылық қасиетін бір ғана мысалдан білсек болады. Жаңа ғылым академиясының құрған кезде оның құрылысына босқын жапондықтар құрылысымен айналысқан екен. Енді ол кісілерді босқын деп ол кісі ешқашан қабылдамаған. Мүмкін болғанша сол заманда өте қиын, балық табу өте қиын ғой негізі сол заманда. Ал жапондар балық жақсы көреді деп ол кісілерге балық болсын бар жағдайларын әкеліп берген екен. Және де осы жапондар рахмет ретінде кейін сакураның бір түрін Қаныш көлі деп атаған екен. Өзі қуықтай ғана пәтерде тұрған екен, Таиса жеңгеміз екеуі. Қуықтай ғана пәтерде тұрса, ашаршылықта болсын, қандай қазақ балаларын оқытуда болсын, сол пәтеріне өзін қоныстандырып, және де ашаршылық кезінде ол кісі өзінің ауылына барады ғой, өзінің ауылына барған кезде апасының балалары отбасы сол кезде өліп жатқан өз көзімен көреді. Сол кезде бір балалар қалып қояды ғой, сол балаларды өзінің пәтеріне алып келіп, сол 19-20 шақты қазақ балаларын оқытқан екен. Және сол балалардың ішінде біздің қазақтың тарихында үлкен бір өзінің орны бар бір кісі болған. Енді бірақ ол кісіні сіздерге өздеріңіз кітаптан оқып аласыздар. Иә, оны сіздерге айтпайды. Ол кісілер өте үлкен, және ол кісі өте жомарт кісі болған. Былай деп айтылады кітапта, ол кісінің жомарттылығы сол, тіпті Таиса жеңгеміз екеуі зарплаталарында жалақылар дейді ғой, еңбек ақыларында алмаған, сақтай берген.
қазақ қаншама қазақ балаларын Мәскеуге басқа жақтарға барып оқытты ғой. Сол кезде сол қаржымен қаржыландырып отырған екен, өздерінің жалақыларында үлесін қосып. Ешкімге өкпе артпаған, және де ол кісінің аяғына шабушылар көп болды ғой. Ол кісі ешкімге өкпе артпай алдыға ғана жүре берген ғой барлығына. Және де ол кісі үлкен кісілердің батасын жиі алған екен. Анау бізде КСРО кезінде өте қиын болды ғой, дін жағымыз өте қиын болды. Ешкімге Құран оқуға, ешқандай діни барлық жағынан қиын болса да, ол кісі үлкендердің батасын алып, және де бір ауылына барған кезде бір кісі қайтыс болса, оның мазарына барып, Құранды қорықпай, ешкімнің сөзіне қалмай, барлығын Құранды оқытып, кәдімгі жөнелтіп жүре берген екен. Және де ол кісі өте табиғат сүйгіш болған. Қазір осы табиғат сүйгіш қасиетіміз бізден де кетіп бара жатыр десем артық айтқаным емес. Ол кісі табиғат сүйіп, жаңағы әркем арқылы айтады ғой, өзінің естеліктерінде. Ақбөкендерді де атпаған, үйректерге де тиіспеңдер деп атқызбаған екен. Осы Машқұр Жүсіп Көпейұлының бұған үлесі өте зор десем де болады. Ол кісі Машқұр Жүсіп Көпеев тау тастың барлығын атын ол кісіге үйреткен, өзінің рухани ұстазы деп қабылдаған. Және де Қаныш қандай жерге барса да, жаңағы тау тастың атына, елді мекенге ең бірінші атын сұрайды екен. Жезқазған, Алтын тау, Жаман тау деген сияқты аттар бар ғой. Енді оны қазақ баяғыда қойып кеткен, Қаныш болмай тұр. Сол кезде осы неге осындай атпен аталған деген өзі соның барлығын зерттеген екен. Жаңағы Жамантас туралы өзінің бір күлкілі әңгімесі бар. Сол Жамантасты зерттеуге бұл кісі барады ғой. Күн-түн демейді, сол ас суында ішпей, сол таудың басында жүреді, астын қопарады, үстін қопарады. Содан кейін кететін кезде айтыпты, мынау Жамантау десе, шынымен де Жамантау екен, не астында, не үстінде түк жоқ, бір Жамантау екен. Рас қазағын осы қамқор айтпаған екен деп. Және жаңағыда айтып кеттік қой, біз логотерапия ғылымында қиялдай білу қасиеті деп. Бізде қазір мынандай заман болды да, жоқ па жоқ, бар ма бар деп қабылдаймыз. Баламыздың қиялдауына бір мүмкіндік бермей кеттік. Бұл кісі жастайынан қиялға өте бай болып өскен. Қиялдай берген бұл кісінің бір болмысында шек болмаған деп айтуға болады. Сөздің соңында Черчиллдің сөзімен аяқтағым келіп тұр. Бұл кісілер кездесуге барады ғой Америкаға. Сол кезде өте бұл Қаныш атамыз сұлу, еңсесі биік адам болған екен. Черчилл оны көріп сұраған ғой, сіз қазақтың ішіндегі ең үлкені сіз шығасыз, бойыңыз сондай үлкен деп. Сонда Қаныш атамыз айтқан екен, жоқ, мен қазақтың ішіндегі ең кішкентаймын, менің қазағым менен де биік деп. Сол Қаныш атамыз айтпақшы, биік болайық, бойымыз биік болсын, биік халық болып, үлкен халық болып қалайық деп айтқым келеді. Жалпы Қаныш туралы кітап көп екен ғой өзі. Біз оны білмейміз, енді ғана кіріп жатыр басымызға. Ал мен кітапты сыйлағым келіп тұрған кісі жаңағы айтты ғой, енді Қаныштарды қалай тәрбиелейміз деген. Мынаның ең астыңғы жағында өзі болашақ Қаныштарды қалай тәрбиелеу керек, сол туралы жазылған. Бірақ мен оны сіздерге айтқан